Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Мен Жаманкарина Дидар Мырзабекқызы, Жезқазған қаласы білім бөлімінің номер 4-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Сіздердің назарларыңызға 4-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен отбасылық мереке тақырыбындағы сабағымызды ұсынамыз. Сабағымыз біздің оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты тыңдалымға негізделген. Тыңдаған материалдың ұзақтығы 2-2,5 минут, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау, кесте толтыру, кластер құрастыру, болжау. Аталған мақсатқа жету үшін төмендегідей қадамдарды орындау керек болады. Бірінші қадам. Ұзақтығы 2 минут бейне материалдың мазмұны бойынша Quizzes бағдарламасында құрастырылған сұрақтарға дұрыс жауап беру негізінде түсінгендеріңізді дәлелдейтін боласыздар. Екінші қадам бойынша дұрысын таңда тәсіліне құрылған тапсырманы орындауда сұраққа негізделген жақша ішіндегі сөздер мен сөйлемдерді толықтыру керек боласыздар. Үшінші қадам. Құс қанаты белгісін қою арқылы мәтіннің түйінді тұстарын анықтайсыздар. Төртінші қадам талабы бойынша тыңдалған материал мазмұны бойынша кластер құрастыратын боласыздар. Енді өткен сабағымызды пысықтау үшін балалар еске түсірейікші, қандай ұлттық киімдер сіздерге таныс? Біз білетін кимешек бар, е? Біз білетін тақия бізге таныс. Бізге сонымен қос етек көйлек таныс, е? Бізге шапан таныс. Және де бізге қамзол таныс екен. Бізде бейтаныс бұл былғары кебіс. Балалар, былғары кебіс дегеніміз өздеріңіз көріп тұрғандай аяққа киетін әйелдердің аяқ киімі. Бейне материалдың мазмұны бойынша Quizzes бағдарламасында құрастырылған тест сұрақтарына жауап беру үшін мына нұсқаулықпен таныс болыңыздар. Бірінші, алдарыңыздағы мәтінді жүгіртіп, іштей оқып шығыңыздар. Мәтін Болат деген баланың атынан баяндалатынын ескертіп өтеміз. Екінші, бейне материалды мұқият көріп, тыңдап, кілт сөздерді қағазға түсіріп отырыңыздар. Үшінші, жазылған кілт сөздерді Quizzes бағдарламасында құрастырылған сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін орынды қолданыңыздар. Төртінші, автоматтандырылған бағалаудан алған ұпайыңызды алдарыңыздағы бағалау парағына жазып, түртіп алып отырыңыздар. Енді отбасылық мереке тақырыбына құрастырылған бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біздің үйде той болады. Менің қарындасымның тұсауын кесеміз. Үйдегі адамдардың бәрі ұлттық киімдерін киген. Әжемнің кимешегі өзіне сондай жарасады. Атамның шапаны да өте әдемі. Әкемнің тақиясы мен менің тақиям бірдей. Анау біздің үйдің ерке қызы. Оның жанындағы кіндік шешесі. Ол Томиристің тұсауын кеседі. Томириске қараңыздаршы. Сондай сүйкімді. Ол үстіне қос етек көйлек, басына тақия, аяғына былғары кебіс киген. Енді Quizzes сұрақтарына назар аударайық. Бірінші сұрақ. Мәтін қандай мереке туралы? Отбасылық, мемлекеттік, ресми. Ойланамыз, әрине, отбасылық мереке туралы. Екінші сұрақ. Мереке қандай дәстүрмен байланысты? Балалар, мәтінде тоғызқұмалақ туралы, тұсаукесер немесе бата туралы айтылды ма? Әрине, тұсаукесер дәстүрі туралы айтылған болатын. Үшінші сұраққа қараймыз. Бүгін біздің үйде не болды? Той, ойын, бәйге.
Балалар, еске түсірейікші, не болып еді? Әрине, бірінші сөйлеме бүгін біздің үйде той болды. Төртінші сұраққа назар қояйық. Кімнің тұсауын кесеміз? Қарындасымның, жиенімнің, сіңілімнің? Әрине, дұрыс жауабы қарындасымның. Бесінші сұрақ. Қарындасымның аты кім еді? Тамара, Толқын, Томирис. Жарайсыздар. Жауабы Томирис. Енді мақсатымыздың келесі қадамына да келіп жеттік. Дұрысын таңда тәсіліне құрылған тапсырманы орындауда сұраққа негізделген сөздер мен сөйлемдерді толықтыратын боламыз. Жақша ішіндегі сөздердің дұрысын таңдап, сөйлемді толықтырамыз. Бүгін кімнің үйінде той? Бүгін біздің үйде той. Кімнің тұсауын кесеміз? Қарындасымның тұсауын кесеміз. Кімнің қамзолы өзіне сондай жарасады? Әжемнің қамзолы өзіне сондай жарасады. Менің ою-өрнегі қандай әдемі? Қамзолдың ою-өрнегі қандай әдемі? Әкем екеуміздің тақиямыз бірдей. Қазір кімнің тұсауын кеседі? Қазір Томиристің тұсауын кеседі. Жіңішке нұсқасын аламыз, себебі соңғы буын жіңішке. Оның қасындағы кіндік шешесі Томириске қараңыздаршы, өзі сондай сүйкімді. Қане балалар, жақшаны дұрыс аша алдық екен, енді тексеріп көрейік. Біздің, қарындасымның, әжемнің, қамзолдың, Томиристің деген сөздер дұрыс нұсқаға лайық екен. Ендігі кезекте, құрметті тыңдарман, белгі қою арқылы мәтіннің түйінді тұстарын анықтайтын боламыз. Отбасылық мереке. Бүгін біздің үйде той болады. Менің қарындасымның тұсауын кесеміз. Міне қараңыз. Үйдегі адамдардың бәрі ұлттық киім киген. Әжемнің кимешегі өзіне сондай жарасады. Қамзолдың ою-өрнегі қандай әдемі. Атамның шапаны да өте әдемі. Оның қалпағы өзіне жарасады. Әкемнің тақиясы мен менің тақиям бірдей. Анау біздің үйдің ерке қызы. Оның жанындағы кіндік шешесі. Ол Томиристің тұсауын кеседі. Томириске қараңыздаршы. Өзі сондай сүйкімді. Ол үстіне қос етек көйлек, басына тақия, аяғына былғары кебіс киген. Жауабымызды тексеру парағын шығарайық. Яғни осы мәтіннен алынған түйінді тұстар: біздің үйде той болады, үйдегі адамдардың бәрі ұлттық киім киген, қарындасымның тұсауын кесеміз, кіндік шешесі Томиристің тұсауын кеседі. Аталған 4 нұсқада сіздердің жауап парағында бар деген үміттемін. Енді тыңдалған материал мазмұны бойынша кластер құрастыратын боламыз. Балалар, бір сәт ойланайықшы. Отбасылық мерекеге кімдер қатысып еді? Кімдер қатысты отбасылық мерекеге? Жауабын ашып көреміз бе? Отбасылық мерекеге әжем, атам, ағам, анам, әкем және де Томиристің тұсауын кескен кіндік шешесі қатысқан болатын. Сіздерде де дәл осы жауаптар бар ма? Дәл осы жауап сіздің жауап парағыңызда табылады деген үміттемін. Енді келесі суретті кластерде құрметті тыңдарман, сөздерді сәйкестендіретін боламыз. Атам, әжем, Томирис, кіндік шешесі міне суреттегі, әкем және Болат. Барлық мәтінде кездесетін кейіпкерлерді атап өттік деп ойлаймын.
сабағымызды қорыту тұсына да келіп жеттік. Сабағымызды ойдағыдай қорыту үшін мына қатардағы QR кодты сканерлеп, өз пікіріңізді білдіре аласыз. Құрметті тыңдарман, пікір білдіріп болсаңыз, кілт сөздерді бір шолып шықсақ. Отбасылық мереке, ұлттық киім, той, тұсаукесер, кіндік шеше және тәңірес. Құрметті тыңдарман, бүгінгі қазақ тілі сабағы өз мәресіне жетті. Мен сабақ мақсатына жеттім деген сенімдемін. Сіздермен қоштасып, назарларыңызға рахмет дей келе, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар дегім келеді.